Қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен күлше нан дайындаймыз. Алдымен бізге керегі жылы су, жылы сүт, сұйық май, ұн, шекер, тұз, ашытқы. Барлық қоспаны қосып, біркелкі етіп араластырамыз. Ұнды қосып, қамыр илейміз. Қамырдың басы біріккен соң, кішкене ғана сұйық маймен қамырды илейміз. Біркелкі етіп илеп болған соң, бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қоямыз. Қамырымыз көтерілген соң, бетіне кішкене май жағып, қайтадан қайтарып көтерілгенше қоямыз. Міне, екінші рет қамырымыз көтерілген соң, табамызды майлап, қамырдың бетіне азғантай ұн сеуіп, күлше жасаймыз. Күлше нандар біркелкі болу үшін таразыға өлшеп алсаңыздар болады. Мен қамырда 55 граммнан алдым. Осылай кішкене бөліктерге бөліп алып, табаға орналастырамыз. Орналастырып болған соң, осылай қамырдың беті азғантай маймен майлап қоямыз. Бетін пищевой пленкамен жауып, тағы көтерілгенше біраз қоямыз. Міне көтерілді қамырымыз. Енді осы қамырдың тек ортасынан қана басып, екі жаққа қарай жаямыз. Шеткі бөліктерін баспаймыз. Міне екі шанышқы, яғни вилканың көмегімен ортасын кесеміз. Кестішканың көмегімен азғантай жұмыртқаның сарысымен жан жағынан бастап жағып шығамыз. Және күнжітті сеуіп, алдын ала қыздырылған пешке 200 градусқа пісіреміз. Қалған қамырларды да осылай кішкене дөңгелек етіп күлшелеп, бетін жауып қойсаңыздар, ол да көтеріліп дайын тұрады. Міне қыздар, күлше нанымыз пісіп шықты. Өте нәзік және жұмсақ болады. Үйде сіздер де жасап көріңіздер. Ұнаса міндетті түрде комментарий қалдырып, лайк басып, қолдау көрсететіндеріңізге сенімдімін.